Өсуің де өшуің де өз қолыңда. Француз жазушысы В. Гюго айтқан екен: кім болам десе, сол болу, ұлы адамның ісі де қолынан келгені болу, әр адамның ісі деп. Сондықтан өмір мені қай арнаға салса, сонымен жүре беремін демеу керек. Ұлы адам болыңыз келді ме? Алдыңызға ұлы мақсат жоспар қоя біліңіз. Мен танитын адамдардың көбі бүгін бітер істі кейінге қалдыруға дағдыланған. Ертең де ол істің өнбейтінін өзі де біле тұрса да, ертеңге қалдыруға құмар. Құдай қаласа көктем шықсыншы, мен бәрін қатырамын деп типі мақсат қояды. Бірақ олар көктемде де түк тындырмайды. Тындыратын болса, өмірінде қанша көктем өтті емес пе? Біреулер бар, ақшам көбейсін, істі сол кезде бастаймын деп жүре береді. Бірақ бір ренжитінім, сол адам ақша жинайын деп әрекет етпейді ғой. Әлгі адамға 5 жылдан кейін жолықсаң, бірдеңес бастау керек еді, қаражат болмай тұр, жиналса көреміз ғой дегенді тағы айтады. 5 жыл ішінде 5000 теңге жинамаған адамнан енді не үміт, не қайыр. Егер әлгі адам әр айлығының 10%-ын жинап отырғанда өзіне керек 1 000 000 теңгені табар еді ғой. Бірақ ол оның орнына ертең деген бұлыңғыр мақсат қойып жүре беруді таңдады. Жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, қай істің болсын өнуіне 3 түрлі шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Яғни алдыңызға ниет қойып, ерік-жігеріңізді жинап, белгілі бір тәртіпке, режимге бағынып жұмыс істесеңіз, оның өнімділігі артады. Әрине, болашақтан үміт күткен жақсы, үмітсіз шайтан деген. Бірақ мен үмітке сенбеймін. Мен әрекетке сенемін. Әрекетке берекет, қимылдасаң қыр асасың деген жақсы сөз бар қазақта. Әрекет етсеңіз, Құдай өзі құрайды, қолыңызды құр қалдырмайды. Сондықтан құр үміттеніп жүре бермей, алдыңызға нақты мақсат қойып, соған жету жолында әрекет етіңіз. Тілекке еңбек тірек болмас, ойға умалып қырдан аса алмайсың. Ақшаңыз жоқ, шығармашылық тоқырау болып, істеген жұмысыңыз жүрмей жатса, барлық кінәні өзіңізден іздеңіз. Басқаларды өмір сүріп жатқан жағдайыңызды үкіметті кінәлаушы болмаңыз. Бүгін бір жетістікке жетсек те, жетпесек те, ол бұрынғы істеген істерімнің нәтижесі деп біліңіз. Әр нәрсенің жақсы жағын ойлаңыз. Ойбай, ол жерге барсам, шаруам бітпей қалса деген күмәннің өзі сіздің жолыңыз байламауының кепілі. Миға ақпарат кетті, сол шынымен болмайды. Адамның күмәні оның ең басты жауы, себебі ол минут, секунд сайын ұлғая береді де сіздің ол жерге бара алмайтын қылып тастайды. Бір жерге бармай, қатыспай, ол нәрсені алар едім, сол нәрсені жеңер едім деу бекер іс. Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алып, қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Гетте. Себеп салдар заңдылығы. Бүгінді күнді кеше жасадық, ал болашақты бүгін жасаудамыз. Өмірді толық қабылдап, 100% жауапкершілікті сезінгеннен кейінгі екінші адам себеп салдар заңдылығы. Көпшілігіміз басында түскен қиыншылықты тағдырдың жазуы деп қабылдаймыз, рас қой. Алланың пешенеме жазғаны осы да, қайтеміз енді деп мойынсынамыз. Ал шын мәнісінде логикалық тұрғыдан ойлап қарасақ, бүгінгі күн нақтырақ айтар болсақ, біздің бүгінгі материалдық жағдайымыз, біліміміздің деңгейі, эмоциялардың, көңіл күйіміздің, бір сөзбен айтқанда барымыз бен жоғымыз кешегі күннің нәтижесі. Қарапайым ғана тамақты айталық. Тамақтың дәмсіз болып шығуына аспазшының азық-түлікті жеткілікті мөлшерде қоспағаны себеп.
Сол сияқты сіздің бүгінгі өміріңіз өзіңізге ұнамаса, онда оның кешегі өткен еңбектің нәтижесі деп білген жөн. Сондай-ақ сіздің бүгін жасап отырған жұмысыңыз, әрекетіңіз болашақтың іргетасын қалауда. Егер сіздің балаңыз бүгін сабақта нашар баға алып келсе, оған кім кінәлі? Әрине сіз, өйткені кеше сіз оның сабағын қадағаламадыңыз. Нашар баға соның нәтижесі. Бірақ оған өкініп таусылып берудің қажеті жоқ. Балаңыз ертең жақсы баға алуы үшін сабағын барынша қадағалап, ертең бестік баға алуына көмектесіңіз. Сыртқы нәрсе ішкі әлемнің көрінісі екенін, бүгінгі әрекет ертеңгі күннің жемісі екенін ұмытпаңыз. Шын сезінбесеңіз, онда сіз дамымайсыз, өспейсіз. Болашақ ашылмаған құпия, өткен шақ тарих, ал осы шақ сізге берілген үлкен сыйлық. Сондықтан болашағым баянды болсын десеңіз, осы шақтағы мүмкіндіктерді пайдаланып алуыңыз керек. Қазақ дана халқы, баяғыда ақсақалдарымыз, қарияларымыз кішкентай бір баланы көрсе, әй, осы баладан бірдеңе шығады, бір жерден тесіп шығады деп баға беріп жатады. Кейін қарасаңыз, шынында да әлгі баланың белгілі бір салада жетістікке жеткенін, өз ортасында сыйлы, абыройлы азамат болғанын көресіз. Бұдан шығар қорытынды, адамның болашақта қандай болатыны оның бүгінгі іс-әрекетіне байланысты. Міне бұл себеп-салдар заңдылығы. Осының дұрыс қабылдай білу керек. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Габриэль Маркес. Ұлы ақын Абай Құнанбаев өзінің 15-ші қара сөзінде, егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңдағы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсің деген сөз бар. Яғни, мына өмірді мәнді, мағыналы, баршылықта, тоқшылықта өткізгісі келген адам өзінен өзі есеп алып тұруға әдеттенгені жөн. Кез келген компания немесе кәсіпорын белгілі бір уақытта мемлекетке есеп береді. Өйткені еске түсіріп саралайды. Қанша пайда таптым, оны қайда жұмсадым деген сұрақтарға жауап береді. Олар мұны, яғни жылына бір рет есеп беруді қалыпты жағдай деп санайды. Ал адамдар ше? Адамдар өздерінің өмірінде көз тастап, оның есебін беріп жатыр ма? Әрине жоқ. Тамағының барына, киімінің бүтініне мәз болып жүре береді. Мен мына өмірге не үшін келдім? Мақсатым қандай? Осы жасыма дейін не тындырдым? Алда нендей шаруаларды атқаруым керек деген сұрақты қойып өзіне есеп алмаған адам дамымайды. Мысалды өзгеден іздемей-ақ өзімнен алайын. Мен міндетті түрде жылдың басында өзімнен есеп аламын. Менің бір жылдық жоспарым қандай еді? Оның қаншалықты орындай алдым? Неге жеттім? Енді не қалды? Келе жатқан бағытым қандай? Осы сынды сұрақтарды қойып, ойша атқарған шаруаларды саралаймын. Саралай келе бойымдағы кейбір кемшіліктерді байқаймын. Сонымен күресу жолдарын қарастырамын. Есеп бере отырып жаңа жоспарлар пайда болады. Соны орындауға белсене кірісіп кетемін. Міне, өмір деген осындай. Сондықтан есеп алып үйреніңіз. Кризистің мәнін түсініп, өзгеруге көмектесетін сұрақтар. Менде қандай қабілеттер жетіспегендіктен осы жағдайға душар болдым? Қандай адамдармен араласқандығымнан немесе араласпағандығымнан осы жағдай менің басымда болуда? Не нәрселерге көңіл бөлгендігімнен немесе көңіл бөлмегендігімнен осы жағдай болуда? Өмірге деген қандай ой-пікір, көз қарасымның нәтижесінде осы күнге жеттім? Адам өмір бойы өзін өзі жасау керек. Яғни жай ғана материал боласыз ба, әлде қоғамға керек қымбат бұйым боласыз ба? Ол тікелей өзіңіздің зергерлік қабілетіңізге байланысты. Жерге картоп егіп, капустаның өсіп шығуын күтпеңіз. Таңғажайып көмек күтпей аспаннан, миды босат, бос қиялдан ластанған. Егер сіз ертең
атақты миллионерлердей зәулім сарайда өмір сүргің келсе, қиындық атаулыны шыбын шаққан құрлы көрмей, өмірдің әр сәтінен ләззат алғыңыз келсе, бос қиялдап жата бермей, бүгін сол өмірдің кірпішін қалаңыз. Кірпіш демекші, адамдар үй салмас бұрын оның сызбасын дайындайды, сосын іргетасын құяды, кірпішін қалайды, шатырын жабады, сосын іші сыртын әрлейді. Бір сөзбен айтқанда, зәулім үй осылай салынады. Ал біздің өміріміздің кірпіші қалай қалануда? Оның сіз қалаған сызбасы бар ма? Егер жоқ болса, онда оның қандай болмағы тұманды деген сөз. Яғни алған бетіңізден белгілі бір бағыты жоқ, дауыл қалай тұрса, солай қарай қисая салуыңыз бек мүмкін. Кез келген нәрсе екі жағдайда пайда болады. Алдымен ойда, сосын өмірде. Бұған қатысты қазақта ой түзелмей, бой түзелмес деген жақсы сөз бар. Ішкі жан дүниеңіз өзгермей, өміріңізге қатысты нақты жоспар мақсатыңыз болмай, сіздің тығырықтан шыға қоюыңыз екіталай. Яғни өзіңіздің ойыңызды түземей, өміріңіз жақсы арнаға ауысады деп күту ақымақтық. Бір орманда екі адам ағаш шабады екен. Бірінші адам таңертең ерте ұйқысынан оянып, бір ағаш шапса, дереу екіншісіне өтіп тыным таппайды. Таңнан қара кешке дейін дәл осылай еңбектеніп тынығу дегенді білмейді. Тіпті түскі тамақты да ұмытып кететін болыпты. Кешкісін әлгі досынан бірнеше сағат кейін үйіне қайтады екен. Екінші адам болса, ағаш шауып түсірген сайын біраз отырып тынығып, қас қарая бастағанда үйіне қайтып кететін болыпты. Бір апта бойы осылай еңбектенгеннен кейін бір апталық ағаштарын санайық депті. Нәтижесінде екінші адамның шапқан ағаштары көбірек екендігі мәлім болыпты. Бірінші адам ызаға булығып, қасындағы адамнан мұның сырын сұрайды. Екінші адам азғана езу тартып, былай деп жауап қатады. Мұның анау айтқандай сыры жоқ, сен тынбай еңбектенсең, ал мен кейде тынығып отырып, балтамды қайрап аламын. Өткір балтамен жұмыс істеу жұмысты жеңілдетеді, әрі шаршамайсың. Бұдан шығар қорытынды, өз-өзіңді жетілдіру балтаны қайрағанға ұқсайды. Өз өміріңізге уақыт бөліп, істің көзін табуымыз керек. Кемшіліктеріміз болса, толықтырып, жетілдіре түсуіміз керек. Бұл рухани жан дүниеміз бен ой өрісіміздің кеңеюіне көп септігін тигізеді. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Омар Хайям. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Бүгінде барлығымыз белгілі бір ортада өмір сүріп жатырмыз. Қалай болғанда да қоғамсыз, әлеуметсіз, Робинзон Крузодай дәл қазір ешкім тіршілік ете алмас. Сол ортаның адамға әсері бар ма? Жоқ, барлығы адамның өзіне байланысты деп шорт кесіп айта аламыз. Психология. Адамға ортаның әсері бар ма? Қай жағынан алса да ортаның адамға әсері бар. Мәселен, экология деп қарайық. Экология ластанған сайын адамның да қабілеті азаяды. Адам Алланың табиғатқа лайықтап жасаған туындысы. Сондықтан да табиғат адамның көңіл күйіне, денсаулығына, тіптен өміріне де әсер етеді. Алматының асфальтында жүрген кездегі аураңызбен, медеудегі көңіл күйіңіздің ұқсамайтыны да содан. Орта дегеннің бірі адамның өзі. Сондықтан адам адамға әсер етеді. Мұсылманшылықта мұны адам адамның айнасы деп түсіндіреді. Мәселен, сіздің досыңыз өте мейірімді, адал, әділетті, иманды жан болса, сіздің де сол бағытта бой түзеуіңіз кәміл ғой. Сол сияқты ортаңыздағы достарыңыз жағымсыз мінез құлыққа ие болса, жаман әдеттерге үйірсек келсе, мұның ұшқыны да сіздің қораңызға тиетіні анық. Сондықтан екі жақта да ортаның адамға әсері бар. Ал сіз қандай ортаны таңдайсыз? Қалай өмір сүргіңіз келеді? Ол сіздің еркіңіздегі шаруа. Ортаның әсері бар, әрине, бірақ адамның таңдау еркі де бар екендігін ұмытпайық.